студенттік шағым сол жақта өтті, сол жақта қызмет жасадым. Шымкентте бақандай 16 жыл тұрдым. Дос таптым, қай орта болмасын, ерекше есте қалды. Жайдарман сайыстарын сол Шымкентте бастадық. Адамдары кез келген істі қолға алса, аяғына жеткізуге тырысатын қала. Шымкентте жалпы соның жанында тұмса табиғаттар көп. Бір жағында тауы бар, бір жағында шөлі бар дегендей. Не ексең бірден өсіп шығатын жер. Көптеген жеміс-жидекті сол жерден алғаш рет дәм таттым. Сосын мен жалпы осы ойынды бастаған кезде ең көп көмектескен осы шымкенттік достарым, ағаларым, әлі күнге шейін ақылын айтып тұратын ағаларым бар ол жақта. Сондықтан да мен өзімді бөтен санамаймын. Өнерге деген ерекше көзқарас ол жақта. Небір таланттар бар. Жалпы қазақ елі талантқа бай ғой, бірақ Шымкент енді бөлек тұрады, бөлек дара. Осы өмірімде 2 мектеп бар деймін. Біреуінде туған жерім, ауылым болса, екінші үлкен мектеп бұл Шымкент. Осындай азамат болып қалыптасуыма бірден бір себепкер осы Шымқала. Шымкент қайырымды қала.